Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында тауық қанаттарын қалай дайындайды, соны жасайтын боламыз. Ең алдымен тауықтың қанаттарын мынандай артық бөлігі болады, соны алып тастауымыз керек. Және қанатты ортасынан тағы да екіге бөлсеңіз болады, көп жерде солай жасайды. Бірақ мен олай жасағанды жөн көрмедім. Және қанаттарды тесіп қойыңыз. Жаңағы маринованный суы жақсы сіңу үшін. Мен 1-2 ыдысқа бөліп алдым, өйткені жартысын ащы, ал жартысын орташа етіп жасағым келді. Алдымен 2-1 ыдысқа тұз, қара бұрыш, паприка және қалауыңызға қарай қызыл бұрыш саласыз. Қызыл бұрышты көп салудың қажеті жоқ, өйткені қатты ащы болып кетеді. Азырақ екеуіне теңдей етіп салдым. Осымен орташа ащы болады. Сосын соевый соус және май қосамыз. Май кәдімгі өсімдік майын немесе зәйтүн майын қолдансаңыз болады. Заттарды, ингредиенттерін шамалап, қанаттарыңыздың көлеміне қарай саласыз. Жаңағы салған қызыл бұрышпен орташа көлемде ащы болады. Және екеуіне де су құямыз. Мен жаңағы қанаттардың біреуін ащы қылып жасаймын дедім ғой, сондықтан судың біреуіне ащы қалампыр салып араластырдым. Және осы дайын болған 2 суды да қанаттарымызға құйып, батырып қойып қоямыз. Екеуіне де құйып, бірдей етіп батырып қойғаннан кейін, жаңағы мына қанаттарды пышақпен тесіп қоюды ұмытпаңыздар. Бетін жауып, тоңазытқышқа кемінде 2-3 сағатқа немесе 1 түнге қойып қойыңыз. Сонда тауықтар өзіне суды жақсы сіңіреді. Дайын болған қанаттарды пісіру үшін алдымен ұнға паприка және тұзды салып араластырып аламыз. Және дайын қанаттарымызды алып осы ұнға аунатамыз. Барлығын бірдей етіп ұнға аунатып, барлық жеріне ұнды тигізіп аламыз. Барлығын ұнға аунатып алған соң, қайтадан осы қанаттарымызды өзінің суына батырамыз. Және батырған кезде көпіршіктер пайда болады. Сол көпіршіктерінің барлығы шығып кеткенше батырамыз да қайтадан сол ұнға салып аунатамыз. Бұл процесс бізде тауықтың сыртының қытырлақ болуы үшін, яғни хрустящий болуы үшін қажет. Қайтадан осы ұнға аунатып аламыз да, бұл жолы майға салып пісіреміз. Қызып тұрған табадағы майға саламыз да 8 минут көлемінде пісіріп аламыз. Қанаттарымыз дайын болғанша біз соусын жасаймыз. Соусқа дүкеннің қышқылтым қаймағы болады ғой, сол қаймақты аламыз, немесе тәтті айран аламыз. Қаймаққа кішкене тұз қосып және үккіштен өткен немесе осы сарымсақ пиязына арналған құрал арқылы майдаланған сарымсақты, чеснокты салып жақсылап араластырамыз. Дайын болған қанаттарды осы соусқа батырып жей береміз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.